Тілі кеш шығатын, денсаулығында түрлі кінәраты бар, ерекше балалар көбейіп барады. Мамандар қазір әр сыныпта кемі 2-3 оқушының дамуында ауытқу бар деп дабыл қақты. Оларды оқытатын, қатарға қосатын арнайы педагогтар да тапшы екен. Ерекше балаларды оңалтып, дамыту қомақты қаражат талап етеді. Бауыр еті баласы үшін ата-ана барлығына дайын болғанымен, ем-домын екінің бірінің қалтасы көтермейді шамасы. Келгені арнайы маманға жүгінсе, енді бірі амалсыз өз кезегін күтуіне тура келеді. Ал оларды қоғамға бейімдеуде логопед, дефектолог мамандардың атқаратын рөлі ерекше. Бірақ баламен жұмыс істейтін мамандардың тапшылығы соңғы уақытта қатты сезіліп жатыр. Осы залда көрген көп жастарды көріп өте қуанышты болдым. Өйткені мен осы салада 45 жыл жұмыс істеймін. Ақыл есі кем балалармен де жұмыс істедім, ДЦП балалармен жұмыс істедім. Даярлау курстары бізде Қазақстанда мына сондай білім лицензиясы жоқ. Оған соны көтеріп, осы мына лицензированное, в смысле, обучение болу керек. Бүгінде елімізде ерекше қажеттілігі бар 200-нан астам бала бар. Оларды оңалту мақсатында республика бойынша 500-ге жуық білім ошақтары қызмет көрсетіп келеді. 1051 мектепте инклюзивті білім беруді қолдау кабинеттері жұмыс істейді. Бірақ мұндай мекеменің өзі аз болып тұр, себебі білім ошақтарына сұраныс жоғары. Қазақстан бойынша логопедия, дефектология саласында, арнайы педагогика саласында оқытатын оқу орындары өте аз. Және де бұрын мысалға сырттай оқып, ұстаздар екінші мамандық ретінде сырттай оқып алатын болатын. Ал қазіргі таңда күндізгі оқу, тек қана сырттай оқыту болмағандықтан, сонымен қатар ол деген таңдаулы оқу орындарда болғандықтан, осы салада мамандар саны әрине аз. Логопед дефектологтардың басын қосқан халықаралық форумға алыс жақын елдерден тәжірибелі мамандар қатысты. Мәртебелі меймандар шарада сөз сөйлеп, әріптестерімен пікір алмасты. Форум нужный, форум интерес. Мұндай форум өте қажет. Осы тектес шаралар жиі ұйымдастырылып тұрса, қолдар едім. Ерекше балалар мен олардың күтімі туралы ақпаратты барынша көп тарату керек. Саладағы проблемалар бүкіл әлемде бар. Түркия жерінде де кездеседі. Қазір маман тапшылығы сезіледі. Себебі талай жыл еңбек еткен білікті кадрлар зейнетке шығып жатыр. Ал олардың орнын басатын жас буын салаға келгісі келмейді. Балалармен жұмыс істеуді қаламайды. Балалармен жұмыс үздіксіз жүргізілуі қажет. Оларға бас көз болатын мамандарға да бұл зор жауапкершілік жүктейді. Осы мақсатта білімін жетілдіріп, үнемі тәжірибе алмасу өте маңызды. Себебі мұндай балалардың саны жыл сайын артпаса кеммей отыр. Шетелдік мамандар шетелде қазіргі ерекше балалармен қандай жұмыстар атқарылып жатыр, соны мамандарға көрсету, пікір алмасу. 100 маманның білімін сауаттандырсам, 100 маманның алдында қаншама жаңа балаларымыз сауаттанады. Яғни қазіргі таңда логопед, дефектолог, психолог мамандардың жұмысы өте ауыр деп айталам. Себебі қазіргі таңдағы ерекше балалармен жұмыс жасауға бір ғана әдіс тәсіл көмектеспейді. Ерекше балалар қоғамның қолдауына өте мұқтаж. Олар қоршап жатқан әлемнен іркілмей, өздерін оның бір бөлшегі ретінде сезіну өте маңызды. Орталықтардың ашылып жолындағы әрекеттері балалар мен олардың ата-аналарына үлкен үміт сыйлайды. Қайыркен Отыншы, Айтжан Отызбаев, Жандос Айғожин, Еуразия, бірінші арнасы.